Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мынау мен айтайын деген мынау қазақ халқын, Қазақстанның ең бірінші жауы кім? Мен пікірім күмән бойынша ол Қазақстанның билігі. 36 жылдан бері сол билік әшейін ұрлау немене емес, қазақ халықты түбінен сүру, ешқайсыға не қылмау. Енді бүгін мен Шавкат Рахмоновпенен Жәнібек Әлімханұлы мынау нағыз қазақтардың ішіндегі қазақский стиль, мен қазақпын деп Шавкат Рахмоновты қазақтың билігі, қазақтың байлығы қазаққа тию керек. Орысша қанша провокация жасап, журналистер орысша жауап берсе, қазақша жауап беріп, бір компромат тауғысы келеді, бүйткісі келеді. Сөйтіп бір күні вот Шавкат ол қазақ емес, өзбек деп жүрген, біз КНБ-ның биліктің боттары неменеде жүрген. Мынау өзбектердің алдынан шығып кететін болды. Мынау өзбектер нағыз, маған сеніңіздерші, сол біздің биліктің тікелей бастығы сияқты. Бір өзбектер ондай реакция қылмайды оларға не қылсаң. Солардың өзбектердің боксерлардың алдында ММА-ның алдынан шығып кетті. Мынау көтеріліп кететін болды қазақтар деп, сол Жәнібек Әлімханұлында допингті берген біздің билік. Арасында жолын тауып не қылған, сөйтіп оны бір бойда не қылған. И Шавкат Рахмоновты да ұстап отырған, шығартқызбай, осы біздің билік мынау ішіндегі адамдарды использовать, мынау Тимуратов сияқтылар. Мынау мысалы Головкинді президент қылып қойды, Олимпийский комитеті Қазақстана. Мынау Жәнібек Әлімханұлы мынау жігітті жеңгенде мынау Головкин айдалада қаратын еді. Түсіндіңіз ба? Мынау тем более қазақский стиль немене деп. Допингті мына жерде суретті қарыңдар. Мынау бізде погода жасап атқан биліктің бар министрлер алдында жүгіріп жүретін 21-ші басбармақтан крутить етіп жүрген, оларды Гаджиев дейтін, дагестанец. Мынау таможняға Назарбаев болатын орнына қойып қойған, Тоқаев ФСБ барлығы. Сведения СМИ-ге сенсек, 140-150 миллиард доллар 25-ші жылы ма тек қана сөйден ұрланған, басқа леуілер. Сөйтіп ол погода жасайды. Мына Жәнібек Әлімханұлыны құтқанда біздің билік. Мына жерде көріңіздер, Головкин, Всемирный антидопинг компанияның президенті ма, сол Гаджиев үшеуі суретте тұр. Ол дәлел ғой. А теперь, внимание, вот свежая фотография. Президент Всемирного антидопингового агентства прибыл в страну. Рабочая встреча с вице-министром спорта Жаразбаевым, президентом НОК Геннадием Головкиным и все тем же Гаджи Гаджиевым. Обсуждают развитие антидопингового направления, то есть обнуленный официально представляет Казахстан на государственном уровне. Никакого наказания, никакого ухода. Эти фотографии и десятки других, которые каждый день выкладывают без зазрения совести казахские спортсмены, доказывают один единственный факт. Гаджи Гаджиев по-прежнему силен и влиятелен. Дагестанец продолжает контролировать казахский спорт, казахские границы и даже самый протестный казахский регион – Мангыстау. Он остается мужем главы телерадиокомплекса Токаева Раушан Кожибаевой. Все разговоры об его обнулении не более чем прикрытие. Головкин деген ол қазақофоб, қазақтар жек көреді. Оның дәлелі баяғыда, олар біледі ол, Назарбаевтың кезінен біледі. Мынау бізде билікті крутить етіп атқан біздің өзбектер. Өзбектер авторитет. Өзбектер мынау Қазақстан билігінің бастығы сол өзбектерді. Баяғыда Данияр Елеусиновті өзінің қарнынан алып тастады да, Данияр Елеусиновті. Өзіміздің земля ғой, бірге не алған Қазақстан, сөйтіп орны өзбекті алған. Қарамайсыз ба? Кейін мынау Қазақстан Астананың туған күні болды ғой, туған күні деп шығаратыны бар еді ғой Назарбаевтың. Сонда Головкин келді, Головкин енді төбелессін 5-10 теңге не аламыз деді, төбелеспейді деп шықты ғой. Он же казахстанец, он же Казахстан живет, он же чапан же казахский носит, разве это мало дегенде? Сондай ғой. Сол менеджері ма біреусі жердегі бір орыс жігіт. Кісі. Қарамайсың ма қандай? Чапанды киген міндет қылып отыр. Оның үстіне осы да бізде Жалғас Жұмағұлов дейтін Ақтөбенің жігіті төбелесетін еді. Петр Ян сол күні жеңді, Жалғас Жұмағұлов төбелесті жеңді. Сөйтіп Жалғас мен Петр Ян бір-бірін мынау екеуі тұр, келді Петр Янды құттықтап, қолынан ұстап, қасында Жалғас Жұмағұлов тұр, қолын солды, қолында алған жоқ. Қарамайсыз ба қандай қазақофоб ол? Көрдің ба, вот неменеңкі.
қазақтар жек көреді. Сол үшін мынау Жәнібек Әлімханұлыны сөйтіп құртқан, енді ары қарай да құрта береді солар. Бәрі под контролем, билік. Кейін жақындағанда бойды, оған тағы бір нәрсе қосып жібереді, или мынау біздің билік не қылып жатқан шайтандар ғой мынау. Көріңіздер, Тоқаев жағы, Нетаньяхумен не болды, баяғы Назарбаевты жағы, сояқтан жағы Израильмен жақсы болып шайтандардың немнесі. Шайтандардың бәрі бас қосылғанда, мақтанады бір-біріне. Кім көп жанұя ажыратқан? Мынау қарасаңыздар, қазір Шавкат Рахмонов енді жанұясымен жағы келіншегі, алтын келіншегі бар, 4 баласы туып берген, 5 баласы 5-ші бала ішінде, соны ажырасайын деп атты дейді. Оның бәрі неден бастады? Мынау Гаджиев жағы Қазақстан бәрі көрсететін, ақшаның бәрі қасында. ММА клубтың директоры қазір депутат болып кетті, баяғыда Арман Оспановты сол жеңілткізген. Путиннің жағы любимчика Полпутниковке. Сол үшін соны депутат қылып қойды ғой, сол Тормозды. Екінші анау тағы да біреу қазақтарды әкеп жеңілткізген, анау Атықмет Ардақ дейтін. Мистер Тормоз. Ол да сонда депутат қылып қойды. Вообще екеуі де немене ғой, бұны суретті де жүр. Сөйтіп жағы Гаджиев жағы Дагестанец Шавкат Рахмонов осы немнеде төбелесу керек еді жағы немнемен. Ислам Махачевпенен. Ол жағы чемпион ғой. Ислам Махачев қорқып жүреді. Шавкаттан жеңілетін біліп жүрді, барлығы айтып жүрді. Сөйтіп не қылмасын деп, Шавкат Рахмоновтың келіншегі да подстроить етті, мен пікірім күмәнім бойынша, біздің немнелер. Гаджиевтің ақшасымен бәрі бір немне ғой. Сөйтіп авария подстроить етті. Сөйтіп әйелі 19 августта ма, июльде ма, былтыр 25 жылы болды. Сөйтіп адам қайтыс болды. Қайтыс болғанда адам ол жағы өзін туысқандары ма сондай, бөтен адамды отырғызбайды ғой. Это непредумышленное убийство ғой. И сөйтіп оны создырып әкелді жағы уголовный дело возбудить етіп, бірінші свидетель қылып, сөйтіп именно мынау қазір жағы февральда ма, январда сотқа келді. Түсіңіз ба? Сен Гаджиев жағы біздің айтқан Махачевпен төбелессең деп па, мынау әйелің соттап кетеді дегендей. Түсіндіңіз ба? Түсіндіңдер ма? Оны жағы Шавкат Рахмонов баяғы талай УФС-ді жеңіп не қырып келетқанда ішкі істер министр Саденовты қарсы алған личный приемға. Қалаймын. Кейін президент, я приму его на личный прием деп сол ғой президент. Шавкат Рахмонов личный приемды қойды. Оларға бірақ ауыз сөз ғой. Непредумышленное убийство. Ане жері келісті екеуі деп мировой қылып жіберуге болады ғой. Анау бөтен емес, ол қарсы емес. Жоқ, созып әкеп именно. Президент көріп тұр, министр внутреннде, Саденовде ішінде полностью мен күмән пікірім бойынша замесін ол ішінде. Нақ десеңіз мына Гаджиев. Сөйтіп әкеп мізге тақап не қылып жатыр. Бөтен нахальным образом өлтірген адамдарды келісіп жатыр ғой. Бұрау сөз ғой, участковый сөзі. А ол президент көріп тұр, қарамайсыз ба? Сонда президентті де ішінде жүр. Әйтсе бұрау сөз ғой. Ол пышақпен тығып өлтірген жоқ. Буындырып өлтірген жоқ жағы. Ұрып өлтірген жоқ әйелі. Аварияда айданды жағы, енді анау сондай немне болыпты, басын немне жазған сөйтіп, соны әкеп сөйтін елді. Енді міне жерде екеуі ажырасып жатыр. Осыдан көресіздер. Мынау немне, енді Шавкат Рахмонов шығайын деп жатқанда қайтадан жағы шайтандар ғой. Мен білем басынан өткен. Температураны табан астына көтеріп жүреді. Давление табан астына көтеріп жүреді. Жүрегің жақсы болып не қылмасаң өліп кетуің де мүмкін. Түсіндіңіз ба? Сол шайтанды тамырларының ішінде жүріп, мынау шайтан арқасында ғой мына екеуді Назарбаевты сөйтіп жүрген ішіндегі пробкасы болып қалса, сен ашып жеріп, сөйтіп үйретіп, Алла тағаланы алдаймын деп, шайтанға жәнін сатып, енді бір мешіт жағы соғып, ұрланған халықтың ақшасында, сөйтіп Алла тағаланы алдаймын деп не қылды. Ең күнәһар ол лицемер, ол тозақтың ортасына өзіне бронь алып алды. Назарбаев. Сөйтіп, енді мен немнен бойынша жағы Шавкат Рахмонов шығады, шығарын алдында жағы асылабит етіп жүреді, или тағы допинг қылып жүреді. Енді шыққан алдында айтады, что-то мен слабо чувствую, асыреп баратын деп айта алмайды, ұят қой уже. Сөйтіп не қылады, баяғыда анау қазақи Ербосынұлы ма, аты Айдос па, сонда сөйтіп отырғызған. Қазақтың немнесі не қылып, сонда анау кубинец слабый болып шықты, кубинец бұрғанда анау ұшып кеткенде мына комментатор, қазақтың комментаторы тамаша деп қояды.
Соның видеосы жоқ. Телевизордан көрсет. Сұрасаң да көрсетсін. Түсіндіңіз ба? Оның барлығы жағына өзбектің алдынан шығып кетпесін. Бая халуйский политика. Мен білем ғой, қалай коррупция не қылсаң, қалай боксерларды подставлять еткенде дереу жазып айтсаң, артынша дереу өзбектер реакция мощнейший. Көңілбен жан шығып кетеді бір Тоқаевтың ба, жаңа Назарбаевтың бір біреусін буындырып атқандай болғандай жүгіріп келеді. Түсіндіңіз ба? Өзбектерге не қылғанда. Оның барлығын тағы дәлел мынау Серік Сәпиевті байқасаңыздар, Қарағанды спорттың руководитель болды. Қасында қазақи бала, қазақ күресші болған, орынбасары. Екеуі өсіп қалған. Анау шәңк етіп, Сәпиев орысша барып шәңкілдеп провоцировать етті, ол жүгіріп қашып шықты. Оның видеоның бәрін көрді, айтып жатырды. Сөйтіп, ол екеуінде жұмыстан алып тастады. Артынша Серік Сәпиевті жұмысқа бұның да күшті советник бір нәрсені қылып қойды. Анау бала, қазақи бала, ол да атақ шыққан. Күресші, борец, Оны қай қалған есті дейді. Анақ Серік Сәпиев не болды? Нақ десең, сол шайтандар, мына билік бір-біріне сатқандар бір неменеде ғой, жерге тастамайды. Баяғыда Сәпиев Астана Арланс дейтін боксерский клуб болған Қазақстанда. Өзбекстанда өзбекский тайгерс дейтін. Басқа. Сонда Сәпиев именно соған приказ береді ғой, Сәпиев арқылы, бір директор арқылы. Ол келесі бойда 5 боксер төбелессе, 5-ін үшеу күштілерін алып тастайды, біреусі ауырып қалды, біреусінің шешесі ауырып қалды, біреусі травма алды деп, 4-еуін алып тастайды, орда әти ұстап отырады, неребін емес, оларды менді бір қолмен жеңем отырмақ. Сөйт шығарады, сөйт жеңіледі өзбектің алдында. Түсіндіңіз ба? Өзбекстің боксер, өзбекский тайгерс дейтін. Сол немене үшін сөйтіп оны слышит етті ғой соларға, сөйтіп оны немене қой, жұмыс тауып беріп жатыр. Анаусы неменесіз. Осындай жағдай. Енді біздің немде түбіне жетіп отқан мына Гаджиев, Головкин арам. Мен үшін ол нағыз оны арам жігіт. Қазаққа боп. Қазақты жек көреді. Баяғыда ең бірінші көтерген ол қазақтың тренері не алған, ол даже бір мәртеді көңілді айтқан жоқ. Оны Тимур Кулибаев соттатқызып жіберген 25 жылға ма? Бір ауыз сөз айтқан жоқ. Есіне де салған жоқ. Түсіндіңіздер ма? И ол біледі, что бізде билік жасап жатқан өзбектер сөйтіп бәріне түкіріп не қойды. Өткенде көріңіздер, Өзбекстан президенті мен Қазақстан президенті сияқты жеке самолетпенен біреу болған мемлекет па кім берген самолетті ұшып барған. Государственный прием сияқты Өзбекстанда. Мен ертең таң қалмаймын, Тоқаев оны вице-президент қылып шығармаса. Түсіндіңіз ба? Нақ десең, біздің биліктің, менің пікірім, күмәнім бойынша, мүмкін мен оларға өкпем қара қазандай біздің билікке. Мүмкін мен шатасып не отқан жоқпын, бірақ қазақ халықтың ең бас жауы ол біздің билік. Однозначно ішіндегі депутаттар да бар, өтіп қылып ақып отқандар, басқалардың бәрі не қылып отқандар басынан. Олар мемлекетке де қазақ халықты да ашин өзін ұрлап, не қылу дегенді басқа түбі жойып сүру. Немнесін тілді құртып жатыр, біздің орысша айтқанда традиция басқаларын құртып жатыр, бұзып жатыр әйел адамдарды, қыз балаларды, жастарды, тілді не қылып жатыр, сонымен бүйтіп жоқ қылып жүрмекші. Қарсы мысалы біздің мынау шетелде мысалы қазақтар келейін десе, сен шетелдегі Иранның паспортында жазылмаған сен қазақсың деп әтейін. Аманияқтан Қытай, индустарды тығып жатыр, уже бөлжемен уже миллиондап кіріп жатыр, орыстарды тығып тастады. Міне жақта Израильде де уже без-виза қылып қойған. Түсіндіңіздер ма? Израильдер қашып осы жерге келу мүмкін. Ол не болады екен немде. Сол үшін мен айтып отқаным, мынау Жәнібек пен Шавкат Рахмоновты түбіне түсірейін деп не қылып жатқан біздің билік, соған апарат, Утемуратов өтірік спонсор, якобы залы бар, соған не қылып жатыр, и тренері де неребін емес, ашен бір жүрек бірген, бір асекин. Қанша қазақын бар. Мысалы, Ислам Байрамовты да не қылса болады ғой? Серебряный олимпийский чемпион күрестен. Жоқ, не болады, басқалар бар. Мына қайдағы біреуді әкелді, ол постоянный контрольде не шет, не жет солардың қолында. Сөйтіп сындырып жіберуі мүмкін. Сол үшін айтайын деп отқан, Шавкат балам, сен жақсы жігітсің, келінді Құдай қосқан сендерді.
алтын 4 бала туып берді, 5-ші бала. Енді сен де білесің ол жақсы екен. Аралары суымай тұрғанда қосылыңдар да жаңа шетелге кету керек мен пікірім бойынша. Мына жерде күн бермейді саған, бір күн болмаса, бәрібір сені шайтандардың жағы немнесімен тамағың бір нәрсе қосып или әлсіретіп ұтыртқызады, чемпион қылғызбайды. А бірақ сен чемпион сен болуың керексің. Жәнібек анау чемпион болу керек. Мынау Головкинді мен орыс деп или жаңағы кореец деп жек көріп жатқан жоқпын. Одан қара анау нағыз адал Василий Жиров жақсы. Баяғы Бекзат Саттарханов қайтыс болғанда Америкадан ұшып кеп $700,000 ата-анасына берген мына напамик от меня деп. Нағыз орыстың жігіті ол, нағыз орыстың жігіті. Чисто русский болатын еді да, орыс мектеп бітіргем. Орыстан ішінде грек, неміс солармен жүретін ем. Төйлесіп жүргенде де солармен, мен білем, кіммен қалай не қылатын жағы. Немнеге, онки қазақтардың дос почти болмаған менде. Араласқан жағы, асаумайкім сондай болмаса, нағыз қазақтың намысын сөйтіп, мен не тұрғым келетін еді. Сен ішінде танимын, Василий Жиров нағыз орыс. Анау арам бұл. Мынау не қылып тұр ғой. Соның бәрі біледі, бізде погода жасап атқан өзбекті. Сол өзбектердің иттерін істеп атқан жағы түбінде жағы Жәнібек Әлімханұлы мен Шавкат Рахмоновты құрту. Анау жағы кім егер деймін ғой мен оны ұтыртқызды, тамаша деп айқайлап, оны қайта билік өзіне істеткізіп жатыр. Пост шығарып жатыр, мен посттың арқасына жағы, ой, Қытайда қазақтар жағы қазақша сөйлемейді екен, қытайша сөйлейді екен деп сол анау бешара деймін оны. Олардан жағы, солардың арқасында жеңіліп иттей не қылды, сөйтіп тағы да олардың айтқанын істеп жүр. Сол үшін жағы айып етпеңіздер, енді мына шындықты қаным қайнап кетеді. Осының бәрін жағы біледі, көбісі біледі, үндемейді. Айтпаса мына қазақ директор, содан айтыңдаршы, шығарсын видеосын жағы немнеге. Біздің жағы комментатор, біздің қазақ жет Ербосынұлы бұрып ұшып кеткенде тамаша деп айқайлады, өз-өзін ұстамай қалды. Осы жерде айтылған мен көз қарасымды, өзім жеке пікірімді, күмәнімді сіздерде өздерің көз қарасыңдарды қалдырсаңыздар болады. Мынау Шавкат Рахмоновқа танитындар, жақында не қылатындар деп айтсаңыздар, мынау не қылыңдар, сен немнеге кет, шетелге барып тұр одан көрі. Ақша табасын сояқта, мынаяқтан шетел жақтан сен осы жерден бізді не қылмайды, мынау зұлым билік бізді жағы. Онки қарыздат мойынға ұрып қойған, мынау тұрған Қырғызстанға барып больницаға да емделемеймін. А мына жерде онки покушение, тағы да бір пост шығарам, нағыз дәлелдерін мені өлтіргісі қинап өлтіргісі келген дәлелдерім бар, врач арқылы. Осы жақында. Жақсы рахмет. Тағы да айтам, менің айтылған жеке көз қарасын, пікіріме, күмәніме өздерінің пікірлерін қалдырсаңыз болады, жақсы.